Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен қазанда пирог пісіретін боламыз. Парда. Мантоваркада пісіруге де болады. Мен қазанға пісіріп көремін деп шештім. Ең алдымен 3 жұмыртқаны жақсылап 2 есе көбейгенше көпіртіп аламыз. Содан соң барып қантты қосып тағы да миксерлейміз. Бұл пирогтың құрамы өте оңай. Және печкасы дұрыс пісірмейтін кісілерге жақсы. Қазанда немесе мантоваркада буға пісіріп ала береді. Содан кейін сүт пен майды қосамыз. Ыдысым кішілеу болып, үлкен ыдысқа араластырдым. Ең соңында ұнды және разрыхителді салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Достар, видео ұнаса, пайдалы болса, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Ол маған шабыт сыйлайды. Және әрі қарай менің дамуыма үлес қосқандарыңыз болады. Мінекей осындай бір келкі қылып араластырып алдық. Енді бір ас қасық кофеге жылы суды құйып ертіп алып, осы қамырға араластырамыз. Бұл пирогтың құрамы да өте қарапайым, пісірілуі де қарапайым. Сонысымен ұнады, дәмі де өте керемет болып шықты. Мінекей дайын болды қамырымыз. Осы формаға салдым. Сіздер кез келген формаға салсаңыздар болады. Қазанға суды қайнатып қойдым. Енді осыған мен бетіне шүберек жауып 40 минуттай пісіріп алдым. Шүберекті 2-3 рет алмастырсаңыздар болады. 3 рет алмастырдым мен. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Керемет болып шығады. Мінекей пісті бізде пирогымыз. Бұл пирогты ортасынан бөліп, бисквит қылып, безендіріп, торт қылуға да болады. Мен тек қана сахарный пудра сеуіп, бетін әрледім. Сіздер қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Өте жұмсақ болып шықты. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий күтемін сіздерден. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар, келесі видеоларда көріскенше.